Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Әсем. Бүгін өте дәмді, қаймақты, шабдалы қосылған бәлішін пісіреміз. Өте нәзік, оңай бәліштердің бірі. Бәлішіміздің ең алдымен біз қамырын илейміз. Қамырымызға керекті заттар: қамыр қопсытқыш, ұн, жұмыртқа, сары май және қант ұнтағы қажет. Ыдысымызға ұнымызды, қамыр қопсытқышымызды салып, сары маймен жақсылап езіп, үгітіп аламыз. Одан кейін қамырымызға қант ұнтағын саламыз және жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болып иленеді. Енді біз пергамент қағазы төселген ыдысымызға қамырымызды толықтай салып, тоңазытқышта жарты сағатқа қоямыз. Және енді салмасына бізге қаймақ, жұмыртқа және қант, жүгері, крахмал қажет. Қаймағымызды, жүгері, крахмалын, қант және ванилин қосып, жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Мен бұнда түкті шабдал алдым. Оның сыртындағы түгін тазалап аласыздар және екіге бөлесіздер. Қаймақты салмамызды араластырдық. Тоңазытқышта тұрған қамырымыздың үстіне толықтай құямыз және екіге бөлінген шабдалымызды үстіне салып шығамыз. 180 градус қызып тұрған пеште 40 минут пісіреміз. Бәлішіміз жақсы болып пісті, суыты. Ең айтат кететін жайт, бұл піскен кезде үсті былқылдап тұрады. Сол үшін сіздер бәлішімізді суытып, тоңазытқышта 2 сағатқа қоямыз. Өте дәмді, нәзік бәліш. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.